Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен өте оңай жасалынатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға сгущенкамызды саламыз. Бұл рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін. Өте оңай жасалынады және өте дәмді болып шығады. Ыдысымызға сгущенканы салғаннан кейін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай болып шығады. Жұмыртқамызды саламыз. Барлық жұмыртқаны бірден салуға болмайды. Бір-бірден сала отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, 10 минуттарыңызды алады. Осылай жұмыртқамызды бір-бірден салып, жақсылап араластырып отырамыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстінен қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді саламыз. Және тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнымыздың барлығын бірден салуға болмайды. Мен балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады осы рецептпен. Қалған ұнымызды салып, тағы да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Аяқ асты қонақ келген кезде тез жасауға өте ыңғайлы рецепттердің бірі. Мен бұл кекске шоколад қостым. Осындай шоколад түйіршіктерін. Сіздер жаңғақ қоссаңыздар болады. Осындай шоколад. Әртүрлі заттар ішіне салсаңыздар болады. Менде осындай формадағы ыдысым бар. Сіздерде қандай бар, сондайға салып пісірсеңіздер болады. Және кексімізді құямыз. Қатты толтырып, және қатты аз құюға болмайды. Орташа деңгейде құямыз. Құйғаннан кейін міне осындай болып шығады. Орташа деңгейде құямыз осылай. Және пешімізге 180 градусқа 20-25 минутта пісіп шығады. Міне біздің кекстарымыз пісіп шықты. Осындай жұмсақ, әдемі болып шығады. Дәмі өте керемет. Міне бізде осындай әдемі кекстарымыз пісіп шықты. Өте оңай. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Ас болсын.